Сәлем, қайырлы күн баршаңызға. Енді аккумуляторым үнемі өліп қала береді, ток сақтамайды деген кісілер міндетті түрде осы видеоны көріңіздер. Осы видео сіздерге арналады. Бәрімізге түсінікті болу үшін мен бұл жерге домалақтап кіне салайын. Мынаны динамо деп алайық. Мотоциклдің динамосы. Динамо деп алайық та. Мына жерге бір 4 бұрыш жасайын. Бұл плюсы және минусы бар аккумулятор дейік. Содан кейін мына жерге жасайын. Біздегі негізгі бүгінгі айтқалы тұрғанымыз осы реле. Реле көбінде жаңағы бақтың астында тұрады. Міне қатпар. Реле. Осы реледен әдетте 5 ток шығады. Сары, алқызыл, қара, қызыл және жасыл. Енді кейбіреуінде қара ток болмайды. Ол қара тоғы болмағандарда 3 сарсын болады. Енді бұл реле әртүрлі. Енді біздегі әзірге Қытай скей мотоциклдерде кезігетін реле негізі осы реле болып келеді. Енді осы барыста мына динамодан әртүрлі ток шығады ғой енді. Көбінесе 5 ток шығады, 6 ток шығады кейбіреуінен 4 ток шығады. Соның ішінде сарысын бар. Сары. Одан кейін ал қызыл дейміз ба? Сондай тағы бір ток шығады. Бұл екеуі де осы релеге төте жалғанады. Ал қызыл деп қояйын. Ал қызыл. Одан кейін мына реледен қызыл ток және жасыл ток шығады. Бұлар прямой осы аккумуляторға келеді. Қызыл ол аккумуляторға төте келеді. Аккумулятордың пилосына келеді. Мынау қызыл, одан кейін жасыл ток келеді. Жасыл ток енді ол аккумуляторға ток бермейді, ол масса. Бұлайда жұмыс атқарады ғой. Жасыл деп қояйын. Негізгі мотоциклдегі ең қарапайым рамаға ток беретін ток жолы осылай жұмыс жасайды. Мына динамодан шыққан сары мен алқызыл екеуін релеге келеді. Осы реле реттеп аккумуляторға 12 вольт ток сақтап береді. Яғни аккумуляторға ток болды деген сөз, мотоциклдің өн бойында ток бар деген сөз. Көп кісілер айтады да, мотоциклдің пар жанып тұр, статор айналдырып тұр, от алмайды дейді. Енді ол барыста, мына барыс жұмыс істеп тұр деген сөз. Ал бірақ мотоциклдің от алуы ол басқа жақпен жұмыс жасайды. Ол кәдімгі релемен емес, ол коммутатормен жұмыс жасайды. Оның видеолары бар. Егер керек десеңіздер, онда тағы да осылай сурет қылып салып беруіме болады. Енді кейбір динамолардан осы 2 ток шығады, кейбіреулерден 3 ток шығады. 3 сары ток шығады. 3 сары ток шығады. Сары. 3 сары ток шығады. Бірақ ол үшеу сары ток шыққанмен де оның барлығының атқаратын ролы осы 2 токтың атқаратын ролымен бірдей болады. Енді бұлардың барлығының жұмыс жасау барысында мына динамодан жасыл ток шығады. Жасыл, яғни масса ғой. Масса. Осы массаны рамаға жалғау керек. Сонымен бірге мына аккумулятордың плюсында, минусындағы бұны да рамаға жалғау керек.
Осы барыста мына реле, аккумулятор, динамо үшеуі толық жұмыс жасайды. Бұны жаңағы көп жағдайда аккумулятордан айтады, аккумулятор өліп қалды, ток сақтамай жатыр деп. Енді осыны тексеру үшін ең алдымен осы динамодан бастап тексере салуға болады. Мынандай кәдімгідей кішкентай лампочка аласыз да, мына сарытөктің қайсысына тигізсең де болады. Біреуіне тигізесің де, енді рамаға тигізсеңіз болды. Мынау жанып тұратын болса, динамоңыз істеп тұр деген сөз. Ал енді реленің қалай жұмыс жасап тұрғанын тексеру үшін бұған әрине тексеру керек. Әдетте мотоцикл бір қалыпты от алып тұрған жағдайда бұл реле аккумуляторға 12 вольт беру керек. Аккумуляторға 12 вольт ток беру керек. Сол кезде ғана аккумулятор дұрыс жұмыс жасайды. Аккумулятор зарядка ала алады. Егер 12-ден төмен болатын болса, бұл онда төмен беріп тұрса, ол аккумулятор зарядка ала алмайды да, бәрібір аккумуляторыңыз қайта-қайта өліп қалатын болады. Тек 12 емес, 13-14 берсе де ол норма болады да, егер одан жоғары берсе, аккумуляторыңызды қайнатып тоқтатпай қояды. Демек, аккумуляторыңыз ток сақтамаса да, қайнап тоқтамай қойса да, осы релені тексеруіңіз керек. Осы реле арқылы жұмыс жасайды. Бүгін 2026 сәуірдің 17-сі. Естелік болсын, жазып қояйын. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.